Бізде келесі сөздің кезегі офлайн баяндаманы журналистика және әлеуметтік ғылымдар жоғары мектебінің профессоры Есенбекова Ұлбусын Мейірбекқызы жасайды. Құрметті қанымдар мен мырзалар, құрметті профессор Дженкинс, құрметті әріптестер. Ең алдымен осы халықаралық форумды өткізуге қолдау білдірген Ғылым және жоғарғы білім министрлігі және Еуразия ұлттық университетінің ректоры академик Ерлан Бәтташұлына шынайы алғысымды білдіремін. Сондай-ақ Оңтүстік Калифорния және Амстердам, Кардиф, Мәскеу мемлекеттік университеттерінен арнайы қосылып отырған беделді профессорларға және отандық профессорларға, халықаралық ғылыми қауымдастық өкілдеріне ерекше ризашылығымды білдіргім келеді. Сіздердің қатысуларыңыз форум тақырыбының өзектілігін көрсетіп, интеллектуалдық деңгейін өсірді. Осындай форум өткізу идеясының авторы ретінде бүгінгі талқылаудың бастамасы ортақ ғылыми жауапкершіліктен туындағанын атап өткім келеді. Құрметті әріптестер, бүгін біз адамзат өркениетінің ең жауапты кезеңдерінің бірінде бас қосып отырмыз. Жасанды интеллект бұл тек жаңа технология емес. Бұл ғылымның бағытын, экономиканың құрылымын, мемлекеттік шешімдердің логикасын өзгертіп жатқан өркениеттік құбылыс. Соңғы жылдары интеллектуалды жүйелердің даму қарқыны біз ойлағаннан да жылдам болды. Бейнені тану дәлдігі 63%-дан 97%-ға өсті. 21 ғасырдағы өркениеттік трансформацияны айқындайтын үш негізгі технологиялық бағыт бар. Олар: біріншісі кванттық есептеулер, екіншісі өздеріңіз білетін жасанды интеллект, ал үшіншісі термоядролық синтез. Менің ойымша, осы үш технология ғылым мен экономиканы ғана емес, тұтастай адамзат өркениетін өзгертетін болады. Жасанды интеллект пен кванттық есептеулерді біріктіру арқылы жасалатын жаңа кванттық жасанды интеллекттің жанында бүгінгі керемет деп жүрген G жүйелеріміз баланың ойыншығы болып қалады. Жақында ғана Google Quantum AI командасы Below деген процессордың көмегімен қазіргі ең мықты суперкомпьютер 500 миллиард жыл шығаратын есептеуді 5 минутта шешкені жарияланды. Адамның қиялы жетпейтін жылдамдық 5 минут және 500 миллиард жыл. Осындай технологиялық секіріске термоядролық синтезді қосыңыз. Термоядролық энергия адамзатқа іс жүзінде шексіз әрі экологиялық таза энергия көзіне жол ашады. Сондықтан бұл үш технология тек ғылыми жаңалық емес, адамзат өркениетінің болашақ даму траекториясын анықтайтын стратегиялық факторлар ретінде қарастырылуда. 2023 жылы Илон Маск, Стив Возняк, Эван Шарп сияқты әлемнің жетекші сарапшылары ChatGPT 4-тен қуатты жүйелерді оқытуды уақытша тоқтатуға шақырды. Неге? Себебі бақылаусыз бәсеке сенімділік қаттамаларын екінші орынға асырып, коммерциялық мүддені бірінші орынға шығарды. Бұл жай алаңдаушылық емес, бұл өркениеттегі жауапкершілік мәселесі. Асиломар қағидалары да жасанды интеллект адамзат игілігіне қызмет етуі тиіс екенін нақты айтады. Бүгінгі жасанды интеллект зерттеулерінің мақсаты жалпы интеллект емес, адамға пайдалы интеллект болу керек. Демек, біздің басты сұрағымыз мынадай: жасанды интеллект қаншалықты қуатты болады емес, ол кімге және қандай құндылықтарға қызмет етеді? Мен өзімнің былтыр жарық көрген жасанды интеллект гуманитарлық өлшемдер атты ғылыми монографиямды қазақтың ұлы ойшылы Ибрахим Құнанбайұлының толық адам ілімін G дискуссиясымен байланыстыра зерттедім. Ибрахим кәкім: ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста дейді. Машинада ақыл бар, ол адамнан мыңдаған есе жылдам есептейді, талдайды, синтез жасайды. Машинаға ерік жігерді, қайратты имитациялауды үйретуге болады,
Яғни тапсырманы іске асыру қабілетін машинаға жүктеп қоя аламыз. Бірақ жаратушының адамға ғана берген рух пен жылы жүрек машинада ешқашан болмайды. Мен дәл осы сөздерімді өзімнің докторанттарыма, магистранттарыма дәрістерінде айтып өтемін. Жансыз механизм, мейірім, ұят пен рахымды алгоритм арқылы көрсету мүмкін, бірақ ол сезім мен өмір сүре алмайды. Ал жүрексіз интеллект жармаған интеллект. Ол тиімді болуы мүмкін, бірақ мейірімді, әділетті бола ала ма? Ол жылдам болуы мүмкін, бірақ жауапты бола ала ма? Бүгінде біз AI governance деп атайтын мәселе адамзаттың өзін-өзін басқару қабілетімен байланысты. Егер біз G-ді реттей алмасақ, онда біз жаратушы берген өмір сүруге деген құлшынысымызды, жақсылыққа ұмтылысымызды жоғалтып алмауымыз мүмкін. Бұл проблеманың екінші жағы да бар. Фрэнсис Фукуяма жаңа технологияларға деген сенім деңгейі мемлекеттің әл-ауқатына әсер ететінін айтады. Егер қоғам алгоритмдік шешімдерге сенбесе, онда цифрлық трансформация тұрақсыздыққа әкелуі мүмкін. Сондықтан да мен 3 стратегиялық бағытты ұсынар едім. Біріншіден, G құбылысын ұлттың рухани экономикалық дамуы мен қоғамдық тұрақтылық контексінде жүйелі зерттеу, мемлекеттік саясаттың басымдығына айналуы тиіс. Екіншіден, технология жасаушылар мен үкіметтер бірлесіп қосарланған мақсаттағы қолдануды шектейтін механизмдер әзірлеу қажет. Үшіншіден, G мәселелері жабық зертханаларда емес, ашық қоғамдық талқылауларда қаралуы тиіс. Біз технологиялық сингулярлық туралы жиі айтамыз, бірақ менің ойымша ең қиын сингулярлық моральдық сингулярлық. Иә, жасанды интеллект ғылымды дамыта алады, ол мемлекеттік саясаттың сапасын арттыра алады, бірақ ол адами құндылықтарды ешқашан алмастыра алмайды. Сондықтан бүгінгі форумның басты миссиясы технология мен құндылықтың, алгоритмі мен әділеттің арасындағы тепе-теңдікті іздеу. Жасанды интеллект адамның қолымен, ақыл ойымен жасалған құрал. Ол біздің ақылымыздың жалғасы, адамның өмірін жеңілдететін құрал түрінде ғана қалуы тиіс. Бірақ оның болашағы біздің жүрегіміздің дұрыс соғуына байланысты. Менің ойымша, нұрлы ақыл, ыстық қайрат, жылы жүректің бірлігі сақталса ғана, жасанды интеллект дәуірінде адамзат жаратушы берген қасиетін сақтап дамыта алады. Мен бүгінгі форумдағы сөзімді қазақ ойшылы Ибрахим Құнанбайұлының сөзімен аяқтағым келеді. Әуелде бір суық мұз ақыл зерек, жылытқан тұла бойды ыстық жүрек, тоқтаулылық қалыпты шыдамдылық, бұл қайраттан шығады білсең керек. Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Біреуінің күні жоқ, біреуінсіз, ғылым сол үшеуінің жөнін білмек. Адамзат баласы байда болғаннан бері өзін тану мен ғаламдағы орнын зерттеумен айналысуда. Ғылым жолы, жаратушыны тану жолы деген сөздер дәл айтылған. Бүгінде қоғамда да, адамда да машинаның толық бақылауда екеніне көздері жетуі керек. Бұл қиындықтарды саналы жаратылған, рухы мықты адамзат баласы жеңеді деп ойлаймын. Менің осы форумда сіздерге жеткізгім келген ойлар осы болатын. Құрметті әріптестер, құрметті форум қонақтары, міне мен осы мүмкіндікті пайдалана отырып, форумға қатысқан шетелдік әріптестеріме, отандық әріптестеріме, форумды ұйымдастыруға атсалысқан ұйымдастыру комитетінің мүшелеріне, университет ұжымына және техникалық командаға шынайы ризашылығымды білдіргім келеді. Университет проректоры Индира Сәдібекқызына, журналистика жоғарғы мектебінің директоры Нұржан Қуантайұлына, медиа коммуникация кафедрасының меңгерушісі Гүлмира Шаймағамбетқызына және кафедрадағы барлық әріптестеріме осы форумды өткізуге зор үлестерін қосты. Бұл форум ұжымдық еңбектің нәтижесі. Аман болыңыздар, назарларыңызға рахмет. Рахмет, Ұлысым Мейірбекқызы.